Саламатсыздар, есімім Айгерім, Спанкулов заңгерлік компаниясының заңгерімін. Бүгін сіздерге кредиті бар адам қайтыс болған жағдайда не болады деген сұраққа жауап беретін боламын. Осы видео сізге пайдалы болып жатса, алдағы заң саласына байланысты видеоларды жіберіп алмас үшін тіркеліп кетіңіздер. Егер де осындай жағдайға тап болсаңыздар, қайтыс болған адамның кредитін төлейтін кезде қайтыс болған адам мен кредитті берген банктың арасындағы келісімшарттарға мән беру керек. Енді өмір болған соң әртүрлі ситуациялар болады. Әрқайсысын жеке-жеке талқылап берейін. Ең жиі кездесетін жағдай жасы үлкен кісінің өмірден өтуі. Мұндай кезде оның мүлкі балаларына мұра ретінде өтеді. Бірақ заңға сәйкес, қайтыс болған адамның мүлкімен бірге оның қарыздары да міндеттеме ретінде балаларына өтеді. Бірақ осындай қайтыс болған адамның қарыздары балаларына өтпейтін де кездері болады. Қазір сіздерге барлығын талқылап беретін боламын. Егер де адам қайтыс болған кезде артында мүлік қалса, айтарлық машина, үй, жер деген сияқты, сол мүлікті өз атына балалар қабылдаса, сол мүлікпен бірге кредит те балаларының атына өтеді. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінде жазылып кеткен. Ал егер де мұраны сіз әлі қабылдамасаңыз, немесе қабылдайын деп жатсаңыз, мұндай кезде не істеу керек? Егер де сіз мұраны қабылдамасаңыз, сіз кредитті төлемейсіз. Сіздің атыңызға қайтыс болған адамның кредиті де өтпейді. Ал мұраны қабылдап жатсаңыз, алдымен мұрагерлік құқығының заңды түрде күшіне ену уақытын күту керек. Заң бойынша бұл 6 ай уақыт. Бұл уақыт кезінде туысқандары мұраға қалған мүлікті және қарызды кім қалай төлейтінін ақылдасып шешу алу керек. Бір шешімге келгеннен кейін қарызды төлеу басталады. Бірақ көп жағдайда банк 6 ай уақыт күтіп отырмайды. Просрочка басталса, сразу хабарласа бастайды. Мұрагер адам кредитті төлегенде мұраға алған заттың суммасын ғана төлейді. Мысалы, мұраға миллион теңге қалса, ал кредит қарызы 2 миллион болса, тек миллион теңгені төлейді де, қалған миллион теңгені төлемейді. Келесі жағдай. Қайтыс болған адамда залоговый кредит болса, не істейміз? Көбінесе залогта машина немесе үй болады. Мұндай кезде мұрагер адам қарызды толық жауып тастап, залогта тұрған мүлікті өзіне ала алады. Немесе залогта тұрған мүлікті сатып, кредитті жабалады. Залогтағы мүлікті сатып жатқан кезде мұрагер жетпей тұрған сумманы толтыру керек. Немесе кредитті жабуға кеткен ақша артылып қалса, артық ақшаны өзіне мұрагер ретінде алса болады. Егер де мұрагер кәмелеттік жасқа толмаған бала болса, не істейміз? Кредитті сол кәмелетке толмаған баланың ата-анасы немесе қамқоршы тұлғалары төлейді. Себебі кәмелеттік жасқа толмаған балаға кредит беруге болмайды. Келесі жағдай. Страховкасы бар кредиттің болуы. Егер қайтыс болған адам кредитті страховкамен алып, страховая компания барлық платеждарды уақытылы жасаса, кредитті страховая компания толық жабуы керек. Бұл туысқандар мен мұрагерлер үшін ең тиімді нұсқасы болып есептеледі. Себебі кредит төлемеуге болады, барлығын страховка жабады. Бірақ ескере кету керек, страховка кезінде договорда, яғни келісімде өлім жағдай көрсетілмесе, қарызды мұрагерлер төлейтін болады. Айтпақшы, страховкада тағы мынандай детальдар бар. Егер кредиті бар адам соғыста немесе түрмеде қайтыс болса, экстремалды қауіпті спортпен шұғылдана жүріп қайтыс болса, радиацияға ұшырап немесе тері ауруымен ауырып қайтыс болса, страховка бұл жағдайлардан сақтамайды. Мұндай кездерде абай болу керек. Кейде страховой компаниялар әртүрлі сылтаулар айтып кетуі мүмкін. Келесі жағдай – гаранты бар кредит. Егер қайтыс болған адам кредит алған кезде гарант адамды тіркесе, кредиттің қарызын гарант болған адам төлейді. Гарант деген кредит алған кезде егер мен төлей алмай қалсам, осы кісі төлейді деп көрсетілген адам. Көбінесе ипотека алған кезде банк гарант адамды талап етеді. Қайтыс болған адамның кредиті бойынша проценттер өсіп жатса, ұзаққа созбай тезірек әрекетке көшу керек. Кейде банк ол адамның қайтыс болғаны туралы білмейді, сондықтан банкты ескерту керек. Ол үшін адамның қайтыс болған туралы куәлігін апарып банкке тапсыру қажет. Сол куәлікпен банкке барып арыз жазу керек. Банк 15 жұмыс күн ішінде сізге жауабын береді. Қайтыс болған адамның кредитін мүлдем төлемей қоюға да болатын нұсқалар бар. Ол үшін 6 айдың ішінде барлық мұрадан бас тарту қажет. Мұрадан бас тартқан жағдайда қарызда сізге өтпейді. Мұндай жағдай ешкімнің басына түспесін деп тілейік. Мен заңгер болғандықтан сіздерге әртүрлі ситуациялар бойынша болатын әрекеттерді түсіндіріп бердім. Видео өз көрерменін табады деп ойлаймын. Ал сіз каналға тіркеліп, видеоны достарыңызбен бөлісіп, жаңа шығарылымдарды өткізіп алмас үшін қоңырау белгісін басып қоюды ұмыт кетпеңіздер. Көріскенше сау саламатта болыңыздар.